Сәлем достар, бүгін сіздерге ер адамдардың футболкасын дайын выкройкамен тігетін боламыз. Выкройкамызды жинап алып тастаймыз, енді детальдарымызды жинастырамыз, яғни құрастырамыз. Мынау футболкамыздың артқы деталі, лицевая сторонасын қоямыз, оған алдыңғы детальді қосамыз. Екі иығын ине қадап аламыз, екі жағын біріктіріп ине қадап болғаннан кейін екі жанындағы тігістерді оларға да ине қадап алатын боламыз. Екі жағын біріктіреміз. Осы жерде ине жіпті алып көктеп алсаңыздар да өте ыңғайлы болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Мен ине қадап аламын. Одан кейін барып машинкамен жүргіземіз. Оверлоктарыңыз болса оверлокпен, болмаса зигзаг не түзу тігіс жүргіземіз. Толығымен жүргізіп шыққаннан кейін барып жеңге көшетін боламыз. Мынау біздің жеңіміз. Алдағы видеода да мистерге айтып жүргендей, жеңнің өзінің белгісі болады. Сызығы тұрады о жерде. Ол деп отырғанымыз, ол футболкамыздың алдыңғы деталь екенін көрсетеді. Оны матаға да осылай белгілеп аламыз. Екі жағына да осылай қайшымен қиып белгі сап аламыз. Сол белгі бойынша сіз футболканың жеңнің алдыңғы жағы екенін білетін боласыздар. Осылай бір-біріне біріктіріп аламыз. Қазір алдың матамыздың оң бетінен қалай тұратынын көрсетемін. Одан кейін барып ішіне аударып ине қадап көктеп алсаңыздар да болады, солай көрсететін болам. Қазір мынау сыртқы бетінен көрсетіп жатырмын сіздерге. Сыртынан қалай тұратынын. Футболканы қойып, бұл жай көрсетіп жатырмын. Осылайынан қойып аласыздар. Не осылай тұру керек. Осыған қондырасыздар, яғни. Қазір осыны футболканы ішіне қарай аударып, ине қадап аламыз. Толығымен айналдыра бірінші төрт бұрышын белгілеп алыңыздар. Содан кейін төрт бұрышын белгілеп алғаннан кейін оңай болады. Иықтың ұшын, қолтықты және екі шетін белгілеп алып, сол бойынша ине қадасаңыздар оңай болады. Әрине көктеп алған одан да оңай, өте ыңғайлы болады негізінде. Енді машинкамен жүргізіп шығамыз. Екі жеңімізді. Енді біз мойнымызды косая бейкамен обработка жасаймыз. Обработать етесіздер. Дайын косая бейкамен етсеңіздер болады, болмаса қолдан жасап алсаңыздар да болады. Мойнында солай жасайсыздар, төртке бөлесіздер. Төртке бөліп, соны инемен қадап алып, одан кейін барып тігеміз. Мойнын екі осылай жасап болғаннан кейін екі жеңінің шеттерін, яғни осылай әдемілеп обработка жасаймыз. Одан кейін футболкамыздың етек жағын да тура солай жасайсыздар. Өте әдемі болады. Осылай үй жағдайында өздеріңіздің жолдастарыңызға, бауырларыңызға осылай әдемі футболка тігіп берсеңіздер болады. Тез, өте оңай. Осылай дайындап алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.